Ассалаумағалейкум. Инкубаторларыңыздың материалы неден деп сұрап жатқан бауырларға айтып кете салайық. Яғни бұл мынандай сэндвич панельден істелінеді. Қалыңдығы 4,5 сантиметр. Мына сырты ұрылғанға соғылғанға қарсы фанерадан қапталады. Ортасы теплоизоляциялық материал. Іші мынандай полимерный листтен жұқа алюминий тот баспайтын, содан қапталады. Енді бұндай қалың нәрден істейтін себебіміз, өйткені инкубатор бұл термос сияқты нәрсе ғой. Яғни бұған жүктелген міндет, бірінші міндет бағандағы температураны барынша ұстап тұру керек. Мына несі корпусы қалың болған сайын, бұл ішінде температураны біркелкі ұстап тұрады. И одан кейін біздің инкубаторлар тұрған жері -5-10 градус болса да, яғни бағана сарай ма, тауыққана ма, времянка ма, далада ма, балконда ма, бұлар +38 беймарал ұстап тұра береді күндіз-түні. Ал бағана ПВХ пластиктен істелінген мысалы Блейз, балапан деген инкубаторлар, бұған тұрған жердің өзі кемінде +30 градус болу керек. Әйтпесе олар бағандағы +37-8-ді ұстау өте қиын болады. Одан кейін бауырлардың тағы да сұрап жатқан біраз сұрақтары бар екен. Әсіресе мына инкубатордың несіне бағандағы лотогына байланысты, неден істейсіз, қалай істейсіз деп. Одан кейін осы мынау инкубатордың моторына байланысты, электроникасына қатысты. Алла қаласа олардың бәріне бөлек-бөлек видео түсіріп, осы неге аккаунтқа салатын боламыз иншаллах.